Сәлем баршаңызға. Сіздермен бірге Айжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен вишневый пирог дайындаймыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ыдысымызда ұнымызға холодильниктен шыққан, яғни салқын сары майымды осылай кубиктеп турап алдым. Ыдысыма ұныма саламын және екеуі біріккенге дейін араластырамын. Бізде песочный масса шығу керек. Ұнымыз бен майымыз бір-бірімен бірігу қажет. Міне бізде осындай масса шығады. Ұнымыз бен майымызды біріктіріп алдық. Енді осы массамызға бір шай қасық ас содасын қосамыз, бір жақсылап араластырып жібереміз. Келесі қантымызды салып, тағы да бір араластырамыз. Міне қантымызды жақсылап араластырып алдық. Енді екі жұмыртқамызды салып, қамыр болғанға дейін илеп аламыз. Міне бізде осындай қамыр шығу керек, өте жұмсақ. Енді осы қамырымызды бірден формамызға жайғастырсақ та болады, немесе осындай пленкаға орап, холодильникке жіберсек болады. Салмамызды дайындап алғанға дейін. Міне мен пленкаға орап, холодильникке жіберемін де, салмасын дайындауға кірісемін. Міне ыдысыма шиемді салып алдым, яғни вишнямды. Менде замороженная вишня сүйегінен ажыратылған. Шиемізді отта бір бүлк еткізіп қайнағанға дейін осылай араластыра отырып, асты жабыс қалмас үшін тек араластырып тұрыңыздар. Бір бүлк еткізіп қайнағанға дейін осылай отта ұстайтын боламыз. Вишнямыз міне осылай қайнай бастаған кезде бөлек ыдысымызға міне осындай қант салып аламыз. Қантымызға кукурузный крахмалымызды салып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Кукурузный крахмалменен қантымыз араласып бірігу мақсатында. Қантымыз бен крахмалымызды араластырып болған соң, қайнап атқан шиеміздің үстіне міне осылай жай-жаймен деп салып отырып, лопатканың көмегімен араластыра отырамыз. Сонымен бәрі бірігіп, қантымыз ерігенге дейін отта ұстайтын боламыз. Келесі начинкамызды дайындаймыз. Мына жерде менде творожный сыр. Осы творожный сырға қантымды салып, миксердің көмегімен қант пенен творожный сыр біріккенге дейін миксерлейміз. Келесі сливкимізді құйып, тағы да миксерлейміз. Бізде крем сияқты масса шығу керек. Міне творожный сыр мен сливкиміз, қантымыз осылай бір-бірімен бірікті, крем сияқты болды. Енді қамырын жайғастыратын боламыз. Міне формамызға бортик жасап, жақсылап жайғастырып аламыз. Міне формамыздың сыртынан шығып тұрған қамырымызды пышақтың көмегімен осылай алып тастаймыз. Бұл қамыр қазір бізге керек болады. Міне жаңағы шетінен шыққан қамырымызды осылай ұн сеуіп отырып, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Келесі қамырымызды вилканың көмегімен түбін осылай ойып шығамыз. Енді осы қамырымызға ең алдымен бірінші салмамыз творожный сырды саламыз, жақсылап жайғастырып аламыз. Келесі жаңағы қайнатып алған шие салмамызды саламыз. Бұл салманы салқындатып салғандарыңыз дұрыс болады. Жақсылап жайғастырып аламыз. Міне енді жаңағы алып қалған қамырымызды осылай жайып алған болатынбыз. Бірнеше бөліктерге осылай бөліп,
кесіп аламыз. Сонымен бетіне осылай кез келген узорлар жасайтын боламыз. Мен міне осындай сетка етіп жасай салдым. Сонымен 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30-35 минут қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті. Формасынан салқындаған кезде ғана алатын боламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер.